Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пиковая дама және бабадук түрлі нечисті шақыратын боламыз. Ал ендеше мен камераны дұрыстап сіздерге көрінетіндей етіп қояйын. Достар, камераның качествосы нашар болғанына сіздерден кешірім сұраймын. Себебі енді сіздер маған подписаться етіп лайк басатын болсаңыздар, видеоны тарататын болсаңыздар, онда әлбетте камераның качествосы да, видеоның сапасы да жақсы болады. Ал ендеше кеттік. Сенесіздер ме? Сенесіздер ме? Кәдімгідей бір ашықта тағы бір кабинет бар. Сол жаққа біреу кіргендей болып тұр, өзіме солай сезіліп тұр, или өзім қорыққанға қос көрінеді демекші, сондай болып тұрған сияқты. Ал ендеше айтайық бірінші. Менің айтатын қазір интернеттен тауып алдым, оның бәрін қағазға жазып алдым. Былай дейді: читайте текстовые единения наизусть многократно, пока не почувствуете леденящий, сковывающий тело страх и не ощутите смрадное дыхание невидимого гостя. Если не сможете слово сказать от страха, закройте глаза и мысленно прокричите «изыди». Достар, интернетте барлығы орысша тілде, қазақша мен мәлімет таппадым, сондықтан сіздерге айретпеңіздер, орысша оқып беріп жатырмын. Мына заклинанияны шын айтсам оқығым келіп тұрған жоқ. Бұл заклинанияны адам жаңағы дьяволға өзінің душасын сататын кезде ғана осы оқылады екен. Бірақ енді сіздер оқымаңыздар, әрине. Ал енді на свой страх дей ма, енді оқып көрейік енді қалай болатынын. Құдай сақтасын. Бәрін сіздер үшін жасап жатырмын. Контент үшін, сіздер үшін, әрине сіздер бағалайды деген үміттемін. Satano oro te apparete rosto, beni satano oro te proarte, beni satano opera praestro ater ora, beni satano oro te apparete rosto, beni satano ami. Дауыс естіліп жатыр, сіздерге естіліп жатыр ма білмеймін. Достар, мен қазір не сезіп тұрған білесіздер ма? Стол қимылдағандай болды. Достар, жаңағы мына жерден бір дыбыс естілгендей болды. Өзіме қорыққанға қос көрініп жатыр ма, сондай болып тұрған сияқты. Қорықпау керек, ең бастысы. Негізі бір адам болып жасамау керек, бұны екі адам болып істеу керек екен. Бірақ енді менде қасымда серік жоқ, адам болмағасын, енді амал жоқ, бір өзім жасауға тура келді.
Достар, пиковый даманы айнаға 13 ступеньк қызыл маркермен бояу керек. Помадамен жағу керек. Қазір сіздер көріп тұрсыздар ма? Қазір бояу. 13. Достар, міне осылай боядым. Осындай 13 лестницаны салу керек, және есікті салу керек. Мына жаққа көріп тұрсыздар ма? Міне осылай. Енді айту керек. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Егер айнадан бір сурет, бір адам бейнесі шығатын болса, онда тездетіп қашып кету керек, я болмаса бір. Мына жерден бір дауыс шыққандай болды, достар. Тым дұрыс болып қалды, бір жер болмай қалды. Жаңа бір дыбыстар шығып еді, шаттың дыбысы сияқты бір жүріп келе жатқан дыбыс сияқты. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, әлбетте сіздерден лайк және де коммент күтемін. Қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық.